Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін біз сіздермен менің арнамда осындай картоп пен пияздан жасалатын ыстық тағамы жасаймыз. Ет жоқта осы тағамды жасап көруге кеңес беремін. Бізге отбасымызға қатты ұнады, сізге де ұнайды деген ойдамын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен 4 картоп тазалап дайындап қоямыз, және де осындай үккіштің үлкен жағымен барлығын өткізіп аламыз. Бұл тағамдар өте керемет болып шығады. Бізге өте қатты ұнады. Жасап көріңіздер. Міне картоптың барлығын осы үккіштен өткізіп алдым. Енді үстіне 1 шай қасық тұз қосып, 10-15 минутқа қоя тұрамыз. Ішіндегі картоптың сөлі бөлінгенше қоя тұрамыз. Енді осындай 2 дана пиязды аламыз. Ортасынан бөліп, тағы да 1 рет бөлемесе, жұқалап тураймыз. Мен кішкене қалың болып кетіпті. Сізге жұқа қылып тураға кеңес беремін, сонда әдемі болады картоптың арасында. Осылай барлығын турап аламыз. Дайын болған пиязымызды бір ыдысқа салып қоямыз. Және де мен арасына аз көк қостым, дәмі ұнайтын болғандықтан. Оны да ұсақтап тураймыз. Барлығын турап болғаннан кейін, міне біздің картопымыздың суы бөлінді. Енді осы суын бөлек алып тастау керек болады. Міне картоптың суын алып тастадым. Енді жаңағы дайын болған пиязымызбен укропымызды және де жұмыртқа қосамыз. Және өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша дәмдеуіштер қосуға болады. Мен қара бұрыш қосамын. Және де өзіме ұнайтын дәмдеуішті қостым. Картопқа арналған кез келген дәмдеуішті қосуға болады. Енді осылай үстіне 4 жұмыртқа қосамыз. Және де барлығын жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін үстіне үлкен қасықпен 3-4 қасық кукуруздің крахмалын қосыңыздар. Егер де крахмал болмаса, 3-4 қасық ұн қоссаңыздар болады. Енді барлығын қосқаннан кейін араластырамыз. Осы кезде мен тавамды қыздырып қойдым. Орташа отқа қызып тұрған табан үстіне сұйық май құямыз. Күнбағыс майын. Және де жаңағы дайын болған картопымызды 4 бөлікке бөліп пісіретін боламыз. Бір бөлігін осылай қосып, осындай қасығымызбен домалақ формасын келтіріп, міне осындай домалақ формасын келтіріп басып, орташа отқа қойып, қақпағын жауып қоямыз. Асты қызарғанша пісіреміз. Қызарғаннан кейін аударып, екінші жағын пісіреміз. Дәл осы әдіспен барлық картоппен пісіріп шығамыз. Міне осындай әдемі болып піседі. Қалған бөліктерін пісіреміз. Міне осы 3-ші бөлігін құйдым. Және де осындай жұмыртқа қосқаннан кейін бізде сұйықтық пайда болады. Осы картоптың арасын сол сұйықтықты осы үстіне, әр картоптың үстіне құйып барлығын қолдансаңыздар болады. Ол жұмыртқа, сонда біздің картопымыз әдемі бірігіп піседі. Міне осындай сұйығын үстіне құйсаңыздар, картопымызды әдемі біріктіреді. Осылай барлығын пісіріп аламыз. Енді картопымызды пісіріп болғаннан кейін ортасына жағатын мен осындай жасыл пияз қосамын. Және де үккіштен өткізген сыр қосатын боламын, қатты ірімшік. Егер де қатты ірімшіктеріңіз болмаса, жай ғана осындай аз көкпен немесе пиязбен майонезді өзің ғана араластырып қосыңыздар. Бірақ осындай қатты ірімшік қоссаңыздар өте дәмді болып шығады. Енді майонезді осындай 2 үлкен ас қасықтай қосып, барлығын араластырып қоямыз. Міне араластырып болдым. Енді үйлеріңізде болса қызанақ қосыңыздар. Қызанақ өте дәмді, сөлі бөлініп, біздің тағамымызды одан әрі дәмді қылдырады. Осылай 2 данасы жеткілікті. Бұл 2 данасының барлық кетпейді. Негізі осындай 1 данасында қоссаңыздар болады. Сіздердің картоптарыңыздың көлеміне қарай. Міне енді барлығын дайын болған кезде картоптың жаңағы дайын болған тағамымыздың әр бөлігіне осындай ортасына начинкасын жағатын боламыз. Бірінші қабатына жаңағы дайын болған жасыл пиязымызбен қатты ірімшікті. Міне
осындай жағамыз, және де үстіне екінші қабатын қойып, оған біздің турап қойған қызанағымызды әдемілеп жайып шығамыз. Бұл тағамды істегеннен кейін балаларыңыз ет те сұрамайтын болады. Дәмі өте күшті болып шықты. Бізге қатты ұнады. Осылай жасап көріңіздер. Енді үстіне тағы да кішкене үкіште өткізген сырды қосамыз. Бұл бізде екінші қабаты. Үшінші қабатына жаңағы қалған қатты ірімшік пен жасыл пиязды жағамыз. Міне жауып болды. Мен төртінші қабатын үстіне жауып, үстіне қалған қатты ірімшікті осылай жайып шығамыз. Енді қызып тұрған духовкамызға 180 градуста 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Міне достар, біздің картопымыз дайын болды. Иісі өте келін болып шығып жатыр. Мұрын жаратындай өте дәмді иіс. Осындай ірімшік қосылған картоп пен пиязбен жасалған тағамды жасап көріңіздер. Бұл тағамнан кейін балаларыңыз ет те сұрамайтын болады. Дәмі өте күшті болып шықты. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Жасап көріңіздер. Егер де жасап көрсеңіздер, видеоның астына лайк басып, комментарийға өздеріңіздің ойларыңызды қалдырып, менің каналымды дамытуға үлестеріңізді қоссаңыздар өте қуанышты боламын. Осындай қазақша контенттегі каналдарды алдыға қарай дамытуға үлестеріңізді қосып жіберіңіздер. Міне осындай әдемі тағам болды. Дәмі өте келін болып шықты. Ұнап жатса маған тіркеліп қойды, ұмытпаңыздар.